Ассалаумағалейкум қадірлі көрермендер. Таиланд пен Камбоджа арасындағы дау оңтүстік-шығыс Азиядағы ең күрделі аймақтық мәселелердің бірі. Бұл тек шекара дауы емес, ол тарих, саясат және ұлттық намыспен тығыз байланысты. 19-ші ғасырдың соңы мен 20-ші ғасырдың басында Камбоджа Францияның отары болды. Сол кезеңде жасалған карталар кейін үлкен дауларға себеп болды. Шекаралар нақты белгіленбеген, әсіресе таулы аймақтарда. Бұл екі ел арасында сенімсіздік пен тұрақсыздық туғызды. Даудың басты нүктесі Приах Вихияр ғибадатханасы. Бұл Khmer өркениетінің аса маңызды тарихи мұрасы. 1962 жылы халықаралық сот ғибадатхананы Камбоджаға тиесілі деп шешті. Алайда айналасындағы аумақтың мәртебесі ашық қалды. Екі елде де ұлтшыл күштер бұл мәселені ішкі саясатта пайдаланды. Даулы аймақ ұлттық намыс символына айналды. 2008-2011 жылдары шекара маңында қарулы қақтығыстар болды. Әскери және бейбіт тұрғындар арасында шығын тіркелді. Қақтығыстар қарапайым халыққа ауыр тиді. Мыңдаған адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Шекара аймағында орман, пайдалы қазбалар және стратегиялық сауда жолдары бар. Бұл экономикалық мүдделерде дауды күшейтті. АСЕАН ұйымы тараптарды келіссөз үстеліне отырғызуға тырысты. Аймақтық дипломатия маңызды рөл атқарды. Бүгінде жағдай салыстырмалы түрде тұрақты. Ғибадатхана туристер үшін ашық. Сарапшылардың айтуынша, мәселе түбегейлі шешілмесе, болашақта шиеленіс қайта туындауы мүмкін. Таиланд пен Камбоджа дауы тарих сабақтарының маңызын көрсетеді. Тұрақты бейбітшілік тек диалог пен өзара құрмет арқылы мүмкін.